Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер осындай өте дәмді және өте тез пісетін сүзбелі пирог пісіретін боламыз. Бізге қажетті заттар: 250 грамм ұн, қатып тұрған 150 грамм сары май, 3 жұмыртқа, қаймақ, қопсытқыш, сүзбе. Менде осындай бүгін 200 грамм сүзбе қосатын боламын. Президенттің сүзбесі 1%. Және сахарный пудра қажет болады. Ең алдымен біз қамырымызды дайындап алуымыз керек. Ол үшін үккіштен қатып тұрған сары майды өткізіп алуымыз керек. Сары майды өткізіп алдық және майды ұнға жақсылап тұрып араластырып алуымыз керек. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді оның үстіне 2 жұмыртқаны араластырып құямыз. Жұмыртқамызды құйдық. Енді 1 шай қасық қопсытқыш және 2 ас қасық 20% майлылығы бар қаймақ қосатын боламыз. Менде бүгін айс қаймағы, сіздер өздеріңізге ұнағанын қосуыңызға болады. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ және қолға жабыспайтын болып шығуы керек. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Мен 200 граммдық сүзбені алдым және оған 3,5-4 қасықтай, ас қасықтай сахарный пудра қостым. Барлығын жақсылап араластырып алып, оның үстіне 1 жұмыртқаны қосатын боламыз. Салмамыз дайын болды. Енді осындай пирог пісіретін форманы алсаңыздар болады. Менде арнайы пирогтың формасы. Осы пирогқа қамырды қолмен жаятын боламын. Міне біздер қазір қамырды жаямыз. Қамырымызды жайып болдық және вилкамен тегістесеңіздер болады. Оның үстіне салмамызды, яғни сүзбемізді құямыз және қасықпен тегістеп шығамыз. Осы пирогты 180 градусқа 30-35 немесе 40 минут пісірсеңіздер болады. Мен 35 минутта пісіріп шықтым және қалағанша жемістермен әсемдеуіңізге болады. Пирогымыз өте дәмді және өте тез піседі. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді және өте жұмсақ болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз.